Бағана сіз айтасыз ғой, оны аман алып қалуға болар еді деп отырсыз, теоретически. Егер мысалға ол пышақ жарақатын алғаннан кейін артынан адамдар қуып, ол жүгіріп, қан жоғалту үдермесе алып қалуға болар ма еді? Кедергілер келтірмей, дәл сол пышақ сұққаннан кейін ауруханаға апарса алып қалуға болар ма еді? Мен айтып отырмын ғой, егер дер кезінде медицинский помощь, неотложный медицинский помощь, хирургический вмешательство жасап, жаңа қан ағудың көзін тоқтатқан жағдайда и жоғалған, потому что легкийге кіргеннен кейін ол жерде қан моментально ағады, быстрой скоростью. И сол қан жоғалтқан мөлшерін толтырған жағдайда алып қалуға мүмкін еді деп. Мүмкін еді. Мен тағы да енді қайталанып жатқан сияқты, 10 минуттың ішінде жарақат алғаннан кейін адамда сол шерзат алып қалу мүмкін бе еді? Уақыт бойынша егер есептесек, 10 минуттың ішінде жедел жәрдемге барып, больницаға жететін болса, алып қалу мүмкін бе еді? Әлбетте 10 минут деген енді қадимгідей бір жетерлік уақыт болуы мүмкін. Болуы мүмкін, иә? Рахмет.